Assalomu alaykum ko'rshi. Va alaykum assalom. Ko'rshi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Aka, bunday 1 soat yema bor, yo'q. Qanaqasiz aka? Ay, olsun tasdiqam taq, men ko'rshim o. O, ko'rshi, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshisiz Ko'rshim asma, jadingiz yaxshimi? Ha, жұмысқа кетіп отырсыз, шапан киіп алып, құдай тамақ кетіп отырсыз ба? Жаназа кетіп отырсыз. Бүгін шықтыр ақша түседі десеңізші, шотал беріп қойсаңызшы бір. Ya, Xudo qalasa, қазір енді халықтың қызметіндегі адамыз. Қазір ана құдай тамақтан беретін бауырсақ анамынан сізге әкеліп тастап кетемін ба? Көрші, кешіріңіз, асығыс еді. Бауырсағың өзің же. Көрші, ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Көрші, амансыз ба? Көрші, амансыз ба? Жағдайыңыз шаршамай. Алла шүкір амансың. Мына көрші көрмейді, біраз болды. Әрбір өтем, даусы да шықпайды. Бәсе есің аңызда мусор көрмей қапты. Көрші, бұл не ғой? Ауырып қалды деп естігенім. Мынау ғой мен үйім. Мына жерде көріп тұрам ғой мен. Жер істеп жатқанын, жота бір өткенде скорый келді, дәрігерлер келді. Білесіз ғой, бір частный шақырады ғой. Онша шақырмайды. Аллахым шүкір берсін. Сол мынау кептарларды атып жүргенім. Есің анау сыртын істеткен ғой. Мына тышып ұстап жатыр да таң оқи. Я, өткенде есің тақылдастам, үйінде адам жоқ сияқты еді. Дауысы шықпағаннан кейін көрші не болып қалды деп сұрайыншы деп сізден сұрап жатқаным ғой. Өзінен сұрасаңызшы, маған не дейсіз? Есің тақылдатып. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, kim oldu? Yaxshimi? Көрші біраз вақыт болып қалды, көрмегеніме сол ұрып жатыр деп, мына көршіден естіп, соған бір хабар алайыншы деп келген едім. Ya досым сол біраздан бері мазасы болмай жатып қалған еді. Қасында өзім жүрген едім. Кірсеңізші молда. Ya молдаге, досым қандай екен білем, сізге қандай мәміле жасап жүргенін. Ол қазір осындай халде жатқан үшін бір Алла үшін кешіріп қойыңыз енді. Әбеке, мені кешіріңіз, қанша сізге дөрекі сөйлесем де, есің алдына қанша қоқыс тастасам да, қанша зиян келтірсем де сізге мен жағдайым сұрап келіп тұрсыз. Ішіп алып қамалып қалған кезімде де сіз барып шығарып алдыңыз. Алла разы болсын сізге. Мені кешіріңізші. Я, көрші, мен сізге жақсылық жасағанның себебі, оны біздің асыл дініміз, пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам жақсылық жасауға бұйырады. Себебі имам Бұхариде пайғамбар алейхиссалату вассалам «Мен кәне ю'мину биллахи вал яумил ахир». Кім Аллаға және ақыретке иман келтірген болса, өзінің көршісін сыйласын, көршісіне жақсылық жасасын деген сөз бар. Өкінішке орай соңғы кезде адамдар, ағайындар, бауырлар бір-бірімен барып келуді тоқтатып, көршілер бір-бірімен барып келуді тоқтатқан заманда біз дінімізді біліп, осы дінімізге амал жасамасақ қандай көрші болды. Қазір медиа дамыған заманда не деген адамдар біздің асыл дінімізге тас лақтырып, біздің дінімізді жек көрсететін сондай бір заманда өмір сүріп жатырмыз. Біздің дініміз тіпті бір құстарға зиян беруді де қаламайтын дін. Бұған мен сізге айтайын, бір күн пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сахабалармен кетіп бара жатқан кезде талдың астындағы бір жұмыртқа, яғни бір құстың баласын бір сахаба қолына ұстаған кезде сол құс пайғамбар алейхиссалату вассаламға айтады. Мына құстың баласына зиян тигізгеніне пайғамбар алейхиссалату вассалам айтады: "Ей сахабалар, руддуха, сол құсты орнына қайтарыңдар, орнына қойыңыздар" деп айтады. Көрдіңіз ба? Бір құсқа зиян тигізбеген біздің дініміз, енді сіз көрші болып, мен қалай сізге сіздің істеген бұл амалдарыңызға жаман көзбен қараймын. Сондықтан Аллахым аяққа тұрып кетуіңізді және басыңызды саждаға қоюыңызды нәсіп етсін. Әбеке, маған намаз үйретіңізші. Осыдан аяққа тұрсам, мен де намаз оқиын.
Ассалаумағалейкум құрметті оқырмандар. Біз қазір Түркістан облысы Мақтаарал ауданы Гүлістан ауылы Дада Хидр мешітінің жанынан құралған 100 бала оқитын қариялар медресесіне тұрмыз. Құрылыс біраз жерге дейін жетті. Құрылыс нысаны 2 қабаттан тұрады. 100 балаға арналған қариялық медресе ең бастысы Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының рұқсаты бар. Біз жасап жатқан роликтеріміздің барлық соңында осы медресе құрылысына қаражат керек екенін айтып жатырмыз. Құрметті оқырмандар, сіздердің беріп жатқан садақаларыңыздың арқасында осы медресе құрылысы бітіп жатыр. 90%-ға ішкі әрлі жұмыстары бітті, енді жиһаздар керек болады. Құрметті оқырмандар, Аллахтың разылығы үшін сіздер атағандарыңызды беріңіздер. Астында телефон номер +7 777 095 04 00. Расул К деп шығады. Алла берген садақаларыңызды қабыл етсін. Аллах сіздерден разы болсын.